Сәлеметсіздер ме оқушылар? 6 сынып қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 2 сабақ Олимпиада ойындары отаны. Оқу мақсаты мәтінне негізгі және қосымша детальді ақпаратты анықтау, түсіндіру. Ендеше оқушылар мына бір бейне жазбаға назар аударамыз. Олимпиада ойындары жайлы қызықты деректер. Спорт додасы Грекияның Олимп тау сілемдерінде өткізілгендіктен Олимпиада аталған. Алғашқы Олимпиада ойындарында жалғыз спорт түрі қашықтыққа жүгіру ғана болған көрінеді. Ол кейіннен марафон аталып кеткен. Тәуелсіз Қазақстан барлығы 6 жазғы, 6 қысқы Олимпиада ойындарына қатысты. Алғашқы 4 жазғы Олимпиадаға қарағанда 2012 жылғы Лондонда өткен кезекті Олимпиадада қазақ спортшылары сәтті өнер көрсетті деуге болады. Лондонда Қазақстан 7 алтын, 1 күміс, 5 қола медаль алып, медаль саны бойынша жалпы есепте 204 ел арасында 12-ші орынды иеленді. Ал Риода болған сайыста Қазақстан медальдарының саны 17-ге жеткен еді. 2012 жылғы Лондон Олимпиадасында біздің еліміздің спортшылары 13 медаль, 2 алтын, 4 күміс, 7 қола медальді жеңіп алып, 12-ші орынға ие болған екен. Оқушылар, ендеше бүгінгі тақырыбымызға байланысты тапсырмалар орындауға көшейік. Оқулығымыздың 130 бетіндегі 5-ші тапсырмаға назар аударамыз. Мәтін берілген. Мәтінді мұқият оқып шығып, миға шабуыл әдісі бойынша 2 сұраққа жауап береміз. Олимпиада ойындарының маңызы неде деп ойлайсыздар? Олимпиада ойындарына спорттың қай түрінен қатысуға болады? Келесі тапсырма, 9-шы тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша сөздерді қандай ақпарат беретіндігіне сәйкес белгілеңіздер. 10-шы тапсырма. Оқылым мәтіні бойынша етістіктерді теріп жазып, негізгі туынды, дара, күрделі түрлеріне ажыратып орындайсыздар. Соңғы тапсырма. Олимпиада ойындарына сипаттама бересіздер. Гимнастика, найзаласу, велоспорт, тау шаңғысы, бадминтон деген Олимпиада ойындары беріліп тұр. Міне осы әр ойынға сипаттама жазып, міндетті түрде етістікті қолдануларыңыз керек. Үлгіге қарап орындайсыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.